Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай әдемі ши құрақтың құралу жолын көрсететін боламын. Және одан қандай құрақ көрпеде құрауға болатынын да көрсетемін. Видеоның соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Және видеом ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен бұл құрақта айта кететін жайт, яғни ортасына, центріне екі көз салынады. Одан кейін қарама-қарсы қабырғаларын рет-ретімен құрау арқылы құралатын құрақ. Ал ендеше құрағымызды құрауды бастайық. Ол үшін бізге осындай 2-3 түрлі матадан ені 2,5 сантиметр етіп алдын ала қиылып алынған жолақтар қажет болады. Және осындай құрақтың астына астар қажет. Бұл астарға осындай құрақтарды құраймыз. Оның өлшемі 18-18 сантиметр етіп қиып алсаңыздар болады. Және оны үтіктеу арқылы оның ортасын тауып аласыздар, немесе сызғыштың көмегімен сызып алсаңыздар да болады. Мен қазір сіздерге 2 түсті матадан ши құрақтың құралу жолын көрсетемін. Ең алдымен осындай бізге 2 түстен де кішкентай шаршы қажет болады. Соны қиып алайық. Мінекей 2 түстен де шаршымызды қиып алдық. Енді олардың беттерін бір-біріне беттестіреміз де дәл ортасына қоямыз. Сол жерден тігіп алатын боламыз. Мінекей 2 түсті бір-біріне беттестіріп тігіп алдық. Енді ашып қараған кезде оның тігісі тура астардың ортаңғы сызығына дәл келу керек болады. Ары қарай енді 2 қарама-қарсы қабырғасын құрайтын боламыз. Бірінші осылай бір қабырғасына қызыл түсті матамызды беттестіріп алып, оны сол жерден тігіп аламыз да артық бөлігін теңдей етіп қиып тастаймыз. Бастапқыда маталардың ашылуы кішкене қиынырақ болады, одан кейін ол өздігінен жатылып кетеді. Дәл осы реттілікпен енді екінші қабырғасына, қарама-қарсы қабырғасына, яғни ақ түсті матамызды құраймыз. Тура сол реттілікпен енді осылай құрап отыратын боламыз. Мінекей қарама-қарсы 2 қабырғасын құрадық. Енді кезекте 3-4 қарама-қарсы қабырғаларын құрайтын боламыз. Ол үшін де бір жақ қабырғасына ақ түсті матаны саламыз және оған қарама-қарсы қабырғаға, яғни қызыл түсті матаны құрайтын боламыз. Тура сол реттілікпен ары қарай жалғастыра бересіздер. Мінекей енді 4-ші қабырғасы, яғни жаңағы ақ түсті матаға қарама-қарсы қабырғаға қызыл түсті матаны құрайтын боламыз. Ары қарайда тура осы реттілікпен құрай бересіздер. Әр түстен, әр қабырғаға, яғни 4 қатардан құрайсыздар.
мінекей бір құрағымызды аяқтадық. Енді қараңыздар, санаймыз, әр қатардан 4 қатардан болады. Енді осыны ашып отырып, шеттерін жиектеп отырып, лапканың жиегімен тігіп шығатын боламыз. Құрағымыздың 4 жағында жиектеп тігіп шықтық. Енді оның астарының артық бөлігін қиып тастаймыз. Мінекей қараңыздар, 2 түсті матадан осындай әдемі шиқұрақ болып шықты. Ал енді сіздерге 3 түрлі матадан осындай шиқұрақтың құрал жолын көрсететін боламын. Дәл тура сол реттілікпен 2 түсті матадан тік төрпіш етіп қиып аламыз. Оларды бір-біріне беттестіру арқылы астардың дәл ортасына тігіп аламыз да, ары қарай тура сол реттілікпен қарамаға қарсы қабырғаларын тігу арқылы құрағымызды құрай береміз. Өте оңай және әрі тез құралатын құрақтардың бірі.
Ал мінекей осындай 2 түсті және 3 түсті араластырып отырып осындай әдемі ши құрақтарды құрап шықтық. Құрақтарымыз өте әдемі шықты. Ең бастысы біркелкі. Бұлардың өлшемі 16 сантиметрден болды. Құрақтарымыз ары бері созылмайды және біркелкі болып шықты. Себебі біз құрақтардың астына астар салдық. Астардың маңызы өте зор. Және осындай әдемі ши құрақтардан қараңыздар қандай көрпе құрауға болатынын. Үйлеріңізде осындай ши құрақтарды құрау арқылы осындай әдемі көрпелерді құрап, қонақтарыңыздың астына немесе күнделікті қолдануға болатын осындай құрақ көрпелерді құрап қойсаңыздар болады. Қараңыздаршы, өте әдемі болып шықты деп ойлаймын. Өрнектері бір-біріне байланған секілді болып тұр. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер және каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Баршаңызға рахмет.